Өмірі өскелең ұрпаққа өлшем болған Өзбек Исатайұлы Жаңарқа ауданы Расвет кеңшарына қарасты өркендеу бөлімшесінің 5 маршалы елді мекенінде 1949 жылы шыр етіп дүние есігін ашты. Жастайынан зейіні зерек, талғамы ерек бала Өзбек қияндағы қияға құлаш ұрып, зеңгір көкке ұмтылып өсті. Кешегі бота тірсек бозбала күні бүгін 70-тің желкеніне желіп жеткен зейнеткерді таудай талап, жасымас жігер тек жарқын жетістікке жетеледі. Мақсатқа жетудің жолы тынымсыз еңбек деп білетін Өзбек ағамыз өркендеу негізгі мектебінде алғаш рет білім нәрімен сусындап, оқу ошағында 8-ші сыныпқа дейін оқыған. Алғыр оқушы 9 бен 10-шы класты Жаңарқа ауданындағы қазіргі Оразалы Жұмабеков атындағы орта білім беретін мектепте үздікке тәмамдаған. Мақсаты айқын, жоспары жойқын жас жігіт 1967 жылы Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институтының тарих факультетіне оқуға түседі. Студент кезінде ақ білгір бозбала, қарым қабілетімен көш бастап, оқытушыларға өзін дәлелдейді. 4 жылдық оқу ордасын бітіріп, күректей дипломды қолына алғаннан кейін жас маман еңбек жолын төтеден емес, өскен өлкесінен бастауды ұтқырлықпен ұйғарады. Өзбек ағамыз қызмет жолының баспалдағын Оспан Әлібаев атындағы негізгі мектепте ән күй пәнінің мұғалімдігінен бастайды. Ұлағаты мен ұлы мұраты ұйысқан ұстаз лайықты лауазымдардың тізгінін қолына алғанда абырой биігінен аласармай қажырлы қызмет етті. 1973 жылы жұмысшылар комитетінің төрағалығына сайланып, жауапты міндетті мүлтіксіз, кіршіксіз еңсерді. Көреген азамат бірнеше жыл Жаңарқа ауданы және Қарағанды қаласында мектеп директорлығын аянбай атқарды. Телегей теңіздей тың тәжірибесін біліктілікпен ұтымды ұштастырған аңыз адам. Бір бойына түрлі талант қонақтаған Өзбек әкеміз өнерден де құралақан, қара жаяу емес. Жаны жайсаң жан, қара домбыраны шебер шертеді. Бұлар рухы бебеулеп, шабыттың шалқарын кешкен кезде әуелетіп ән салып, күмбірлетіп күйде төгілдеді. Парасатты азамат республикалық, облыстық байқаулардың қара үзген жүлдегері. Руханият жанашырының күйлері ұлттың үніне айналған Қазақ радиосының алтын қорының таспасына басылып, мұрағатында сақталған. Атаға атан түйеге жүк болатын Абыз ардагердің білім саласына қосқан үлесімен еліне сіңірген еселі еңбегі елеусіз қалмады. Қоғамымызда адам баласының бір парасы. Тіршіліктегі бар ғұмыр халыққа адал қызмет етуге сарп етіп, сол еңбегі бағаланып, лайықты атақ құрметке ие болып жатса да, масаттанбай, менің әлі де халқыма берерім көп деп адамгершіліктің ақ туын жықпай, сол мақсаттың жолында баянды еңбек ету. Өзбек ағамыз да сондай жанның бірі. Күйші ықыластың,
ақын Мүсәйіп Бәйтілеуовтің, Қайып Айнабековтің өмір тарихын жете білген. Атақты сазгер, музыка зерттеуші Илья Жақанов, жазушы Ақселеу Сейдімбеков, Мұхтар Мағауиндер Қарағанды өңіріне келген сапарларында Өзбек ағамыздың әкесі Исатай қартқа арнайы соғып отырған. Сол сәттерде түнді түнге ұрып әңгімелесіп, атақты әнші күйші ақындардың өмірлерінен естелік жазып отырған. Сонымен қатар қазағымыздың біртуар азаматы академик Евней Бөкетовпен тығыз қарым-қатынаста болып, кеңестер алып отырған. Осылай игі жақсылармен дәмдес болған. Ендеше Өзбек ағамыздың асылдың сынығындай жарқырауы заңдылық. Сөз жоқ, ол тектінің тұяғы, асылдың сынығы. Оны газет беттеріне түскен мақалалардан көруге болады. Өзбек ағамыздың жұбайы Сәруар тәтеміз солтүстік Қазақстан облысына қарасты Есіл ауданының Қарағай елді мекенінің тумасы. Асыл ана Бұлақ кеңшарындағы қазақ орта мектеп-интернатында білім алған. Тамырына тектілік терең бойлаған, ізгіліктізі ұрпаққа үлгі болған Сәруар Жүсіпова Қарағанды мемлекеттік педагогикалық институты математика факультетінің мақтан тұтар түлегі екені замандастарына аян. Сәруар анамыздың ақылмандығы мен кемеңгерлік келбеті бір төбе. 1971 жылдан бастап зейнеткерлікке шыққанға дейін Жаңарқа ауданындағы Оспан Әлбаев атындағы жалпы орта білім беретін мектепте математика пәнінің мұғалімі болып талмай, тынбай қызмет етті. Пайымы жоғары педагог мыңдаған шәкірттің санасында білімнің шамшырағын жаққан, бойына ұлттық құндылықтың дәнін сеуіп, дәнегін еккен аяулы жан. Бір сөзбен айтқанда, өзінің жанын аямаған, өзгенің жанын аялаған белгілі мұғалім. Халыққа сыйлы, оқушыларына қадірлі ұстаздың шәкірттері республикалық олимпиадалардың топжарған жеңімпазы. Озат оқушылары алтын белгі иегерлері атанған. Аяулы анамыздың білім саласының дамуына қосқан қомақты үлесі Ыбырай Алтынсарин атындағы төсбелгімен еленді. Қазір қоғамдық мән беріліп, мінбелерден жиі айтылып жүрген отбасылық құндылық мәселесінде Өзбек ағай мен Сәруар анамыздың шаңырағын үлгі ретінде ұсынар едім. Ұстаздар отбасы. Сәруар анамыз алтын құрсағынан 7 бала өрбіген аяулы ана. Ұл қыздарының барлығы жоғары білімді, әр саланың майталман мамандары. Әулет 2013 жылы Қарағанды қаласында өткен мерейлі отбасы байқауында көпшіліктің қалауымен бас жүлдеге лайық деп танылған отбасы. Асқартау әке Өзбек ағамыз бен асыл анаға айналған Сәруар тәтеміз ұлықты ұлдары мен саналы қыздарын ешкімнен кем қылдырмай өсірді. 7 баласын байлығым һәм бақытым деп бағалайтын жайдарлы жандар бәрін бірдей жоғары мамандық иесі атандырды. Бүгінде бауырынан өрбіген балалары сан салада жемістері, жеңісті еңбек етуде. Бір ғана Әлібектің өзі өнер мен өндірістің пұшпағын қатар илеген азамат. Арқаға аты мәшһүр Әлеке халықаралық байқауларда шашасына шаң жұқтырмаған дара дарын иесі. Ата қоныс арқадан басында қазақ ауғанда күзді көңгін өсердей көзінің жасы жауғанда ақтабан боп шұбырып асып асқар таудан да алқа көлді айналып аққайыңды сауғанда арысын белден омырып қалмақ тартып бардалды ұйқысы түссіз қанбаған ел қала бер таңдаған берген серттен танбаған бару жардалды тең арқаны қиылып артқан жүгі үйеліп өрді шөгіп нарғалды өрді шөгіп нарғалды
айнала бұлақ басы тең. Ей Азаулының İstanbul'dan esігім, Азаулының Аймади Тердусланбет ағаның ханұлынан есі жоқ бүйінынан есігім. Тәңірінің өзі берген күнінде қанұлына менің де артық еден есігім. Ей Азаулыда аға болған ерлер көбеде, әйтсе дағың алмаға ат байлағаны жоқ едің. Сере қар асты кілеңа үстіміз. Ей күн тоңғатса жібімес, мен көлікке қосымды артқамын. Күмбідей аружаларға күректей мұзға тоңдырып күңірініп, күн түбіні жортқанмын. Ей дүниенің басы сайран, түп ойран ұзар сойды бұ дүние. Азаулының Аймад етер Досланбет ағаданан. Салмай өтер күні қайда, еңесі биік бұзырдайың екі көрер күні қайда. Ей, алты құлашақ найза ұсынып шәншәргін қайда, садақ толыса игезуін масағынан өткеріп, басын қолға жеткеріп созып татар күні қайда. Ай кет бұғадай билерден кеңе сұрар күні қайда. Еділдің бойын еле жайлап, шалғынына бие бүзі байлап, орындықтай қара сабадан бозбалам мен күліп ойнап, өй қымыз үшір күні қайда. Әкей, мына тартып атқан күйіңіз қандай күй? Бұл Сүгірдің ана туралы күйі. Мен студенттік күнімде, институтта оқып жүргенде, жас кезімде, студенттік шағымда, мынау Қарағандының Кеншілер сарайында ғасырлар сазы деген қазақтың ұлт аспаптар оркестрі болды. Сол ұлт аспаптар оркестрінде жетекші домбырашы болдым мен. Одан кейін институт бітірген ауылға бардым. Ауылда қызмет істедім. Ауылда барғаннан кейін алғашқыда мектепте ән күй сабағынан сабақ бердім. Сол бір жылдан кейін сол ауылдың көркем өнерпаздар үйірмесінің жетекшілік етіп, сол ауылдың көркем өнерпаздар үйірмесінің облыс деңгейіне дейін шығардым. Содан мені совхоздың партиямның хатшысы Кенжетаев Нұрғали деген азамат, марқұм Қаражер хабар бермесін, шақырып алып, совхоздың рабочком председатель қылып қойды. Сөйтіп жүргенде мен сол ауылдың өзі әнші, өзі ақын, мынау Қазақстанға белгілі Көлмағанбет, біз Көля дейміз, сол азаматпен танысып жолдас болдым. Ол менің жас үлкендеу, марқұм. Бірақ екеуміз өнер табыстады, екеуміз сонда айырылмас дос болдық. Сонда сол кісінің үйіне мен еріп барып жүргенде, Көляменен сол кісінің әкесі Нұрмағанбет Ақсақал Сүгірді көрген екен. 1961 жылы Сүгір қайтқанда Созаққа барып, сол кісінің жерлеуіне қатысып, сөйтіп келген екен. Сонда сол үйіне барып жүргенде қымыз ішіп отырамыз. Нұрекең Сүгірдің біраз күйлерін тартады. Енді өзде 1983 жылдар, 82 жылдар екен,
сүгірдің күйлері зерттеліп жаңа қазақ радиосына беріп жүрген кезі. Төлеген Момбеков, сосын мынау генерал Асқаров деген азаматтар соны тартып шәкірттері жарыққа шығарып жүрді. Сол кездерде сол Нұрекеңмен ақылдасып әңгімелесіп отқанда жаңағы тартып жаңағы сүгірдің күйлерін үзінді тартатын. Енді ол кісі жасы келген адам, 90-ға келген адам, қолы кішкене перне асуға келіңкіремейді, бірақ сүгірдің көзі көрген адам ғой, сүгірдің шалқымасын, кер толғауын тартатын. Сонда сол жаңағы енді қазір шалқыма күйін тартып жүр ғой. Сонда сол сүгірдің көзін көрген, тартқан кезде бір шалқыманы тартқанда қолымен бір іліп қағып жіберіп бір қағатын жерлері болатын. Сүгір өстіп тартушы еді деп кеңкілдеп күліп. Соны тартып отырып айтатын, осы ана деген күйі бар еді, соны қазір ешкім тартып жүрген жоқ деп. Содан мен сол біртіндеп әуестеніп өнерге ұштармыз, жас кезіміз. Сол Нұрекеңнен сол күйді үйренуге мен әуестендім. Үйіне барып үйретіп жүрді, тартып жүрдім. Кейде тартып отырып қолымнан келмей қалған жерлер келганда иттің күші келіп кеңкілдеп күліп былай тарт деп айтып отыратын. Сол ана күйімнен кейін 78 бекен 79 жылдар мекен Жаңарқа ауданына Шәкен Мұхамедқасым деген азамат хатшы болып келді. Сол жылдары Илья Жақанов ағамыз Қазақ радиосының фольклор бөлімін басқарып жүрген кезде ол жетекшілік етіп бір машинаменен арнайы машинамен келіп ауылдың өнерлі азаматтарын жинап құлыпта басты. Сонда сол жерде менің де сол Нұрекеңнен үйренген сүгірдің ана күйін Қазақ радиосының алтын қорына басып жібердім. Енді бұл енді ана күйі бұл енді өте сондай күрделі, сазды, адамның жан дүниесін сондай бір алатын. Енді сүгірдің күйлері өзі бөлек күй ғой. Сүгірдің күйлерінде қазір көбінесе айтады, мынау іліп қағу, грицана қағыс дейді ғой. Сондай қағыстар көп бұл кісінің күйінде. Көбінесе мынау 10 саусақ бірдей жұмыс істеп отыру керек. Өте сүгірдің күйі күрделі. Шертпе күйдің ішінде бұны Қаратаудың да қағысының әсері бар, арқаның да қағысының әсері бар. Осының бәрін келтіріп тарту өте қиын. Сөйтіп мен осы ана күйін тарттым. Міне жаңағы естіп отқан күйлеріңіз сол айналайындар. Кейін осы жақында былтыр күзде күні мынау Алматыдан Мәди Байтілеуов деген бір журналист звондасты, мен хабарласып сүгірдің бір 20 жылдығын атамақшы болды ма? Біз сіздің Қазақ радиосынан сол күйіңізді кеңес үкіметінің олай-бұлай болған кезінде кішкене өшірін көреген екен. Соны бізге қайтадан басып берсеңіз қайтады деп, мен сол осы күйді оларға да басып жібердім. Бұл өзі енді бір жарыққа шықпаған сүгірдің күйі. Айналайын, бұл өте келешекте енді зерттеу, мен музыка зерттеуші емеспін ғой. Мен 39 жыл, 38 жыл мектеп басшысы болдым білім саласында. Ал енді кейінгі ұрпақ осы күйді